Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Салтбек қызы. Бүгінгі видеода ұйғыр асханасынан қошан деп аталатын тағам дайындайтын боламыз. Бұл яғни қазақша жарный манты, болмаса қуырылған манты деп те аталынады. Бұл тағам өте дәмді, сондай сочный болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Бүгін мен апаммен бірге дайындайтын боламын. Міндетті түрде көріңіздер, өте қызық болады. Ең алдымен достар, біз бірінші қамырын елеп алатын боламыз, яғни ашытып қоюымыз қажет. Жылы суымызға тұзымызды, дрожжымызды қосып, осылай алдымен шанышқының көмегімен осылай араластырып аламыз. Және де ұнымызды сала отырып, қамыр елейтін боламыз. Мен алдымен шанышқының, кейіннен барып қолдың көмегімен қамыр еледім. Тура жазылған рецепт бойынша жазсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз қатты жұмсақ емес, қатты болмай, орташа болып шығатын болады. Мінекей бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Ол ашқанша біз ішіне салатын фаршты дайындайтын боламыз. Пиязымызды осылай 4 бұрышты етіп майдалап турап алатын боламыз. Және де үстіне кез келген фаршты қолдана аласыздар. Мен сиырдың етін фаршын қолдандым. Ішіне майынан да қоссаңыздар, өте керемет болып шығады. Мінекей фаршымызды пиязымызбен бірге мыжып алдық, кішкене тұз қостым, және де үстіне қара бұрыш қосып араластыратын боламыз. Мінекей осы уақытта біздің қамырымыз ашыды, жақсы көтерілді. Енді кішкене ұн сеуіп, осылай біз қолымызбен барлығын жинап алатын боламыз. Үстеліміздің үстіне қойып алатын боламыз. Ыңғайлы болу үшін ұн сеуіп отырып, осылай біздің қолымызбен топ-томалақ шариктер шығаратын боламыз. Дәл осындай көлемде жасаңыздар, қолымызбен тек қана қыса отырып, осылай жасаңыздар, өте ыңғайлы болады. Өйткені қатты мыжудың қажеті жоқ, жақсылап көтерілу үшін осылай қолымыздың көмегімен істеп отырамыз. Егер бұл сіздерде сәтті болмаса, онда пышақтың көмегімен кесіп алсаңыздар да болады. Кішкене бетін жауып қойып қоясыздар, ондай болса, содан кейін барып жайып бастайтын боласыздар. Неке видеода көрсетілгендей қатты кішкентай қылмай, және де қатты дәу болып кетсе де біздің қошанымыз әдемі шықпай қалады. Сол себептен орташа қылып жайып алатын боламыз. Енді мен апама бердім. Менің апам қошан түйудің мастері десем де болады. Өте керемет түйеді. Неке ортасына фаршты салып, апам осылай түйіп жатыр. Достар, видеоны 2-3 қайтара көрсеттім, себебі қаншама түйгендерін көрсетіп жатырмын. Үйреніп алсаңыздар болады. Мінекей кезекпен кезек қыса отырып, және екінші жағында дәл солай істейді. Кезекпен кезек қыса отырып, тура ортасына жеткен кезде барлығын үстінен бір басады. Өйткені біз қазір майға қуырамыз, сол кезде біздің осы басында жапқан жеріміз ашылып кетпес үшін осылай қатты қысып қояды. Және де қайтадан қамырларымызды осылай дайындап береміз апамызға. Қатты жұқа қылмаңыздар, жұқа қылсаңыздар, біздің қазір суымыз еріп, фарштың суы шығып кетеді. Содан кейін біз майға қуырған кезде шытырлап, сіздердің мазаларыңызды алатын болады. Неке достар, мен апамның түйгенін көрсеттім қайтадан. Осылай ортасына фаршымызды салып, фаршты молырақ салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Ортасына жинақтағаннан кейін неке қыса отырып, екі жағын кезекпен кезек бір-біріне біріктіріп отырады. Неке сол кезде біздің түйген жеріміз өте қалың, сондай болып кетпейтін болады. Егер де басқаша түйетін болсаңыздар, сіздердің осы түйген жерлеріңіз қалың болып, жеуге ыңғайсыз болып қалуы мүмкін. Дәл осылай барлығын түйіп шығатын боламыз. Және де достар, біздің барлығы біткенше күтпей, осы біздің бір тарелкамыз толған кезде шетінен қуырып алып отырыңыздар. Өйткені біздің фарштың суы шығып, біздің қамырымыз кішкене былжырап, одан кейін тесіліп, сіздердің мазаларыңызды алатын болады.
Мен майымды қыздырып қойдым. Енді біз түйілген жағын астына қаратып, осылай майымызға салатын боламыз. Яғни біздің түйілген жағы астына қараған кезде, біздің қошандарымыз көтерілген кезде беттері ашылып кетпейтін болады. Сондықтан да дәл осылай пісіріп аламыз барлығын. Қызарған бойда екінші жағын аударып, мінекей доп-домалақ болғандықтан кішкене ыңғайсыздау болады. Қайта-қайта аунап кете береді. Сол себепті барлығын осылай басып тұрып, үстінен пісіріп аламыз кезекпен кезек. Неге ешқандай да ашылған жоқ, майы жан-жаққа шашыраған жоқ, қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Егер де жұқа болып кеткен жағдайда суы шығып, біздің мазамызды алатын болады. Неге барлығын дәл осылай пісіріп аламыз, өте оңай. Ең бастысы түйілген жағымызды астына қаратыңыздар. Мінекей екіншісін мен осылай төбесіне қарадым. Төбесіне қарағанда да ашылған жоқ, себебі біздің апамыз екінші қайтара бүйтіп қатты басып түйді. Және де осы майға салатын кезде де сіздер түйген жерді қайттан қолдарыңызбен басып салыңыздар. Себебі біздің ашыған қамыры болғандықтан көтеріліп кішкене ашылып кетуі мүмкін. Осылай доп-домалақ етіп барлығын пісіріп алатын боламыз. Және де достар, ұйғыр асханасынан осындай сочный, мощный лағман дайындаған рецепт бар. Міндетті түрде ссылкасын астына қалдыра кетем. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Барлығын осылай пісіріп алғаннан кейін біздің мантаваркамызға асты майламай саламыз, өйткені біздің қуырылған болғандықтан май болады. Және де 45 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей өте керемет болып көтерілген. Және де біз осы қошанмен жейтін лашшан деп аталатын ұйғырдың аштысын дайындайтын боламыз. Осы ашты бұрышымызды, сухой ашты бұрышты саламыз біздің ыдысымызға. Үстіне чесногымызды осылай майдалап туралған чеснок саламыз. Осылай қысқышпен салсаңыздар да болады. Және де үстіне кішкене ғана су құйып араластырамыз. Осы кезде достар майды қыздырып қоясыздар. Сұйық майды яғни қыздырып, мінекей екеуін араластырғаннан кейін үстіне біздің ыстық сұйық майымызды құятын боламыз. Мінекей быж ете қалады, өте керемет иіс шығады. Иісі сондай керемет аштың иісі шығады. Осылай өте оңай дайындап аламыз. Және достар, біз суға араластыратын себебіміз біздің аштымыз күйіп кетпес үшін. Суға міндетті түрде араластырыңыздар, ұмытып кетпей. Мінекей біздің уже соусымыз, яғни лашшан деп аталатын аштымыз дайын болды. Енді қазір қошан піскен кезде осы аштымен жейтін боламыз. Мінекей достар, бізде 45 минут өтті, қошанымыз пісіп шықты. Өте керемет иісі сондай керемет болып тұр, ашқан кезде де сондай керемет иіс шығады. Мінекей екі табақ шықты менде осы порциядан. Екі табақты да қазір біз өзіміздің арнайы тарелкамызға салып аламыз. Барлығын осылай тізбектетіп салып, қонақтың алдына ұсынсаңыздар да, өз отбасыларыңызбен отырып жесеңіздер де сондай керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін достар. Мен осындай әсемдік үшін көксөкпен осы лашшаннан кішкене сеуіп қойдым. Негізі кетчуп, майонез сепсеңіздер де өте әдемі үйлеседі достар. Мінекей достар, біздің қошанымыз дайын болды. Іші сондай сочи деп тұрып жейтін боламыз қазір. Отбасымызбен бірге сүйікті асымызды десем де болады. Бұл енді ұйғыр асханасынан, өйткені ұйғыр тағамдарынан өте керемет ерекше тағамдар. Дәмі сондай керемет болып шығады. Лағманды айтсаңыздар, лағман вообще сочный керемет болады олды. Және де қошан негізі беляши деп атап жатады. Беляшиге ұқсамайды, өйткені беляшидің дәмі өзгеше болады. Және де кейде мантыға ұқсатып жатады. Мантыға тіптен ұқсамайды достар. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге айтар кеңесім, енді қазір бірге барлығымыз дәмін көретін боламыз. Бұл менде өте әдемі болып тұрған, яғни ашты қосылған түрі. Және де осылай көксіп қосып қойсаңыздар керемет болады. Қазір бірге дәмін көретін боламыз. Сондай сочный. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес достар. Мен көрсеткен соус бойынша, ашты бойынша қосып жесеңіздер, бәпші керемет дәмді болып шығады достар.
Ал достар, келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Егер видеода қандай да бір сұрақтар қоятын болсаңыздар, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқып жауап беретін боламын. Және де достар, егер де сіздерге осы рецепт ұнаған болса, лайк қойып комментарий жазуды және менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен болған Келінка Майра Құлан және де Майра Сауытбекқызы.